Алматы облысында бір отбасынан 4 адам көз жұмды. Төтенше жағдайлар қызметінің ақпаратынша, отағасы мен оның 3 баласы пропан газына уланған. Үйді жылыту үшін 25 литрлік баллонда газ пешке қосып қойған көрінеді. Оқиға Іле ауданына қарасты Жомарт саяжай қоғамдастығында болған. Отағасы мектепте аспаз боп жұмыс істейтін жұбайын түнгі ауысымға апарып үйге келіп жатып қалған. Ол уақытта 3 ұлы ұйықтап жатқан. Отбасы мүшелері сол күйі оянбапты. Оқиға орнына төтенше жағдай департаментінің жедел тобы, өрт сынақ зертханасы, сондай-ақ Іле ауданының тергеу жедел тобы мен аудандық полиция басқармасы және жедел медициналық көмек топтар жіберілді. 1970 жылы туған азамат және оның 3 ұлы, біреу 2009 жылы туған және 2014 жылы туған, екеуі пропан газына уланған. Бұл отбасы 2 ай бұрын Тараз қаласынан көшіп келген көрінеді. Үйге газ құбырын жүргізу үшін тапсырыс беріп қойған. Оны 3 ай күту керек деген соң баспанасын өз бетімен жылыта бастапты. Ол да ұйықтап қалған, балдар да ұйықтап қалған. Білмейді, сезбей қалған. Бәрі бір бөлмеде жатқан екен. Әйелі келіп біледі, бірақ бұлардың сондай ойланып қалған. Жақсы, тыныш, жуас жандар еді. Тұрғындардың айтуынша, елді мекендегілердің көпшілігі әлі күнге дейін үйлеріне газ кіргізбеген, себебі ол үшін қомақты қаражат керек, ал мұны көптің қалтасы көтере бермейді дейді. Бұл болған жағдай ең бірінші мына природный газдың қымбатшылығынан. Мен өзім көп балалы анамын, бірақ менің ондайға жаман жетпейді, өйткені мына қосылатын природный газдың бағасы өте қымбат. Жоқ дегенде 500-600 өлемінде ғой, жоқ дегенде паровойын жаңағы пешін қоспағының өзінде. Ол бізге ешқандай жеңілдік жоқ, біз қанша көп балалы болсақ та. Отбасы мүшелерінің денесі бүгін жер қойнына тапсырылды. Қайтыс болған 3 баладан бөлек жанұяда 1 ұл, 1 қыз бар. Мөлдір Жақан, Игорь Волох, Астана Таймс, Алматы облысы.